неге босанғаннан кейін бірден жыныстық қатынасқа түсе салуға болмайды? Соншалық сол бір 40 күн бойы біздің күйеуіміздің шыдауы міндетті ме? Исламда то же самое, сонымен бөлек неге медицина бұған қарсы? Әйел 9 ай бойында жүкті кезеңі болғанда бізде неше түрлі гормондар өзгерісі болады, иә? Кішкене дұрыс күтім болмайтын болатын болса, бірден біз бактерия, стафилококк, стрептококк деген немесе қандай да бір инфекциялық ауруларға тез өзімізге бейімдеп алатын боламыз. Соның әсерінен жиі бізде эндометрит болып жатады. Эндометрит бұл емі алуы өте қиын диагноздардың бірі, иә. Біз жыныстық қатынас түсетін болсақ, бізде қан кету болуы мүмкін. Бізде көбінесе қыздар бірін ішін тартып байлап тастайды, яғни маткасы келген келмегенді білмейді, дұрыс емес байлап тастайды. Наоборот, не істейді? Мына енді жинап отқан матканы байлап тастайды. Ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен неге босанғаннан кейін бірден жыныстық қатынасқа түсе салуға болмайды? Соншалық сол бір 40 күн бойы біздің күйеуіміздің шыдауы міндетті ме, да? Осындай сұрақтар бізге жиі қойылады. Не себептен болмайды және неге рұқсат етілмеген, да? Исламда то же самое, сонымен бөлек неге медицина бұған қарсы? Толық ақпарат білу үшін мына жерде уведомлениені басып қойыңыз, себебі бірінші видеоны сіз көретін боласыз иншалла. Сонымен қатар ақпаратты өзіңіздің достарыңызбен бөлісіңіз, білмеген кісілерге бұл міндетті түрде керек ақпарат болады, және де лайк басып бізге көмек беруіңізді ұмытып кетпеңіз. Ендеше, егер де қандай да бір сұрақтарыңыз туындайтын болса, дәл осы жерге комментарийға жазып кетулеріңізге болады. Мүмкіндігінше үлгергенше жауап береміз. Жалпы әйел 9 ай бойында жүкті кезеңі болғанда бізде неше түрлі гормондар өзгерісі болады, иә? Оның ішінде бізде прогестерон, яғни мына жатырдың қабатының қалыңдауы, прогестерон гормонының өсуі болады. Сонымен қатар одан бөлек бізде пролактин гормоны жоғарылай бастайды, яғни сүтіміз көбейе бастайды, я сүт өндірілу процесі жүзеге асып жатады. Міне соның әсерінен біздің бүкіл мидың негізгі жұмысы бұл балаға сүт өндіріп беруді. Аллах тағаланың өте үлкен бір құдіретінің бірі, бала қаншалықты мөлшерде сүт қалап тұр, қанша мөлшерге сүт заказ беріп тұр анасына, соның барлығын ағза сезеді и біледі. Сол арқылы сүтті жіберіп отырады бізге, да. Оның бәрін есет біздің бүкіл клеткаларымыз қызмет атап жүгіріп жүреді. Яғни жас клеткаларымыздың бәрі сүт безі үшін жұмыс жасайды. Сондықтан әйел адамның денсаулығы босанғаннан кейін кішкене төмендей бәсеңдей бастайды. Себебі толғақ бұл өте ауыр сынақ, иә, былай айтқанда. Ол кезде біздің бүкіл мүшеміз, бүкіл жер, тырнағымыздың ұшынайдың бүкіл жеріміз сезімтал болады. Когда вот иммунитет сол кезде бізде кішкене төмендейді, иммундық система төмендегеннен кейін бізде жыныстық қатынас болатын болса, немесе кішкене дұрыс күтім болмайтын болатын болса, бірден біз бактерия, стафилококк, стрептококк деген немесе қандай да бір инфекциялық ауруларға тез өзімізге бейімдеп алатын боламыз, яғни тез өзімізге жұқтырып қабылдап аламыз. Соның әсерінен жиі бізде эндометрит болып жатады. Эндометрит бұл емі алуы өте қиын диагноздардың бірі, иә. Одан бөлек екіншісі, когда бізде босану процесі болған кезде мынау қынап кеңейеді. Мынау тұрған біздің сервикалды канал тоже кеңейеді. Жатыр үлкен күйінде бірден шарды ұшыр деп қайқа ұшқан білмейміз ғой. Тоссамыз жатырда бізде ұшады и бір қалыпқа келеді. Бұл жерде не болып жатыр? Бұл жерде қан айналым болып жатыр. Бұл өте керемет бір процесс бізде. Былай айтқанда, мынау біздің жатырымызға Аллахтың құдіреті соншалықты керемет қой. Былай бізде не тұрады? Бала жолдасы жабысып тұрады. Дәл осылай, да. Когда біз босанамыз, мына автоматты түрде жабысып тұрған біздің аналық плацента, бала жолдасы жаймендеп осылай өзігінен ажырайды. Ажырағаннан кейін мына жерде автоматты түрде қан ұйып қалады. Представляете, қандай күшті, иә, құдірет, бір фокус қой бұл деген. И мына жерде не болады? Қан ұйғаннан кейін бұл жерде майда тамырлы капилларлар жүгіріп жұмыс істей бастайды. Тромботиттер жұмыс істей бастайды. Вот кімде мысалы анемия, немесе тромботитопения диагноз, нерде қан дұрыс жаңадай үйіп қалып, тоқтап қалмайды, и олардан наоборот қан кету пайда болады. Ал егер де енді не только бұл жерде біздің бүкіл жатырымызда осындай процесс жұмыс жасап жатады. Ал егер соның үстінен біз жыныстық қатынас түсетін болсақ, бізде қан кету болуы мүмкін. Себебі мына жерде майда капиллялардың барлығы кете бастайды. Және психологиялық тұрғыда бұл анаға үлкен стресс болады екен. Қалай, неге, да? Себебі мына қынап бізде нерв талшықтарынан тұрады. Бұл нерв талшықтары бізде
міне мына жерде, например, бұл бізде негізгі қынаптың нерв талшығы, негізгі главный нерв та, вот. Ал ары қарай былай майда үйсіп бізде нерв талшықтар тұрады да, яғни бұл нерв талшығы примерно осы жерде үйсіп тұр, иә, вот. Когда біз босанамыз, босанғаннан кейін автоматты түрде мына жерде нерв талшықтары не істейді, өле бастайды, яғни ұйқыға кетеді, былай айтқанда уақытша ұйқыға кетеді. И сол процесс кезінде бұл травмалады ғой, и ол қайтадан өзінің қалпына келу керек. Сол себептен де әрбір босанған әйел босана салысымен даже кіші дәретке барғысы келіп тұрғанын да сезбейді. Соншалықты травманың әсерінен. Енді осы нерв талшықтар қайтадан қалпына келгенге дейін бізге сол 6 аптадай уақыт кетеді екен да. Сол себептен бізге жыныстық қатынас болмайды. Егер сіз қосылып қоятындай болатын болсаңыз, сол нерв талшығы қайтадан өзінің қалпына дұрыс келмеуі мүмкін. Әрине бұл тек қана жыныстық қатынас емес, оған біздің қан айналым, біздің қан құрамы, біздің яғни витаминдеріміз тоже маңызды. Біздің жасап жүрген жаттығуымыз да, особенно кегіл жаттығуын дұрыс жасау, ол да маңызды. Бізде көбінесе қыздар бірін ішін тартып байлап тастайды да, вот. Яғни маткасы келген келмегенді білмейді, и дұрыс емес байлап тастайды. Наоборот, не істейді? Мына енді жиналып жатқан матканы байлап тастайды, и арасында қандар ұйыған күйі қалып кетіп жатады да. Сондықтан әр нәрсенің өзі уақыты бар екенін біз ұмытпауымыз керек да. Ал одан бөлек нәрсе, бұрынғы аңыздар бойынша айтатын болсақ, егер жыныстық қатынасқа түсетін болса, онда баланың қарны аш қалады деген. Неге? Себебі ана бүкіл эмоциясын, бүкіл күшін жыныстық қатынасқа беріп қояды да, и балаға бермей қояды делінген. Оны сол себептен, әрине бұл аңыз на самом деле да, бірақ все равно сол себептен де қосылмаған. Ол кезде жаңа босанған ананы бір бөлмеге, бір жерге не істеген, қамап қойған, иә, қамап шығармай сол жерге отырғызып қойған. Міне, неге ол жерге қамап отырғызып қойған? Себебі сол жерде отырған кезде оның миы тек қана баласында болады, и всегда ода сүт дұрыс өндіріліп отыратын болғандықтан. Міне, сол себептен сіздер жыныстық қатынасқа түсуге асық боларыңыз керек. Ал біздің исламда айтылған жыныстық қатынас, когда бізде лохи кеткенде. Лохи деген не? Бұл босанғаннан кейінгі қанды бөліністің кетуі да. Содан кейін, яғни ол қанды бөлініс бізде сол 6 аптадай 42 күнге дейін болуы мүмкін, содан кейін ғана бізде кетеді. Яғни жыныстық қатынас сізде сол 42 күн, 6 аптадан кейін ғана болады делінген. Ендеше асықпаңыз, өзіңіздің және күйеуіңіздің денсаулығын күтіңіз. Біздермен бірге болғаныңыздарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған доктор Сейтжаппарова. Барлықтарыңызға мың алғыс.